Жекешелендіру бағдарламасын табысты жүзеге асыру еліміздің маңызды міндеттерінің бірі. Бұл тек Самұрық-Қазына, Бәйтерек, Қазагро холдингтерінің активтерін ғана емес, мемлекет басқарып отырған өзге нысандарды да бәсекелестік ортаға өткізу. Қазірде 800-ден астам компания жекешелендіруге қатысады. Біз инвесторларды тиімді инвестиция жасау мүмкіндіктерін қарастыруға шақырамыз. Самұрық-Қазына қоржыны әртүрлі салада қызмет ететін Қазақстанның ең ірі активтерін қамтиды. 2014 жылы біз ауқымды трансформация бағдарламасын бастадық. Басты мақсат біздің активтерімізді, қордың өзін, тиімділік, жариялылық пен корпоративтік басқару тұрғысынан әлемдік стандарттарға сай ету.